2021 жылдың 10 қыркүйегінде Иван Трубицын атындағы номері 17 жалпы білім беретін мектеп гимназиясында ұлы дала өркениеттері байқау аясында ұлттың тілі, дәстүрі, мәдениеті, сол ұлттың жаны, жан дүниесі тақырыбында еліміздің ардақты азаматы, құрмет және парасат ордендерінің иегері Амалбек Қозбағұлы Тышанов пен 10-11 сынып оқушылары арасында кездесу өтті. Кездесу барысында оқушыларға қонағымыздың өнегелі өмірі мен елмен бірге жүріп өткен еңбек жолы таныстырылды. Тура ағаш үйге тіреу, тура жігіт елге тіреу демекші, еліміздің шежіресінде ойып орын алатын талапшылдығы мен туралығы мен ел ықыласына бөленген Амалбек Қозбағұлының сүбелі сұхбаты мен кездесу ары қарай жалғасты. 7-ші Иван Трубицын атындағы мектеп гимназиясының жоғарғы сынып оқушылары сізбен бүгін кездесуге шыққалы отыр. Бізде ұлттың тілі, дәстүрі, мәдениеті, сол ұлттың жаны, жан дүниесі тақырыбында шақырған кездесуімізге шығуыңызға үлкен рахмет айтамыз сізге, сәттілік тілейміз. Балаларменен бүгінгі жұмысыңыз өте бір жан-жақты өтеді деп ойлаймыз. Негізі қалайтын өмірімізге болашақ болатын ол жастар осы тесігі. Сондықтан да жастармен кездесу әр кездегі әрбір азаматтың көңілін толқытады, көп ойға қалдырады. Себебі жастар ол елдің болашағы. Мен сізге қойатын сұрағым, өзіңіз бір сұхбатыңызда айтып кеткен болатын едіңіз. Өмір мектебінен өтпей, болашақтағы үлкен қызметтерге үлестіру мүмкін емес деген едіңіз. Сол туралы айтып кетсеңіз. Өте дұрыс айтасыз. Сұрақ қойдың орнында жалпы өмірдің өзі, оның өзі де үлкен оқу өмір. Сондықтан да өмірдің өзі үлкен мектеп. Себебі сіздің әрбір жүріс-тұрысыңыз бірінші сыныпқа оқып мектепке барғаннан бастап сіздің айналаңызда болып жүрген құбылыста өз достарыңыздың жаңа көзқарасы, жалпы соның бәрі де сіздің өміріңізге үлкен жаңағы із қалдырып, сол өмірлік сізге жолдама болып қала береді. Сондықтан да өмір мектебі деген ол адамның негізгі мектеп. Еңбек ету ол әрбір азаматтың кішігірім борышы. Тіл ол қазақ. Біз қазақ тілді болған кейін, тіліміз болғанда біз қазақ боламыз, тіл болмаса біз қазақ бола алмаймыз. Амалбек аға, біз сіздің үлкенді сыйлап, кішіге ізет жасайтындығыңызды жақсы білеміз. Бүгін мына мектепте жоғары сынып оқушыларымен өзіңізді кездесуге шақырғандағы себебіміз, өзіңіз сияқты менің де мына тәрбиелеп отырған кішкентай бүлдіршіндерім болашақта елдің құрметтеген азаматы болатын шығар деп, сіз сияқты үлкен патриот болатын шығар деп кездесуге шақырып отырмыз. Уақыт бөліп бізге кездесуге шыққаныңызға үлкен рахметімізді айтамыз мынау ұжымның атынан, оқушылардың атынан, ата-аналар атынан. Амалбек Қозбағұлы ұлттың тілі, дәстүрі, мәдениеті, сол ұлттың жаны, жан дүниесі тақырыбында ұлағатты оймен бөлісіп, өзінің өмірлік ұстанымын қазіргі жастар туралы әңгіме өрбітті. Кездесудің маңыздылығы да осында болды. Себебі оқушылар ана тілін, ұлттық және мәдени дәстүрлерді құрметтеуді, өз елінің жанашыры болу керектігін ұғынды.